параллелепипедтерден тұратын ақырлы бірікеу бар. Параллелепипедтің көлемін жоғарыдан бағалау деген қолымыздағы объектіні одан сәл үлкен объекті арқылы баға беру, салыстыру. Енді қараңыздар, біздің параллелепипед мынандай болсын. 4 клеткада жатқан, примерно объемы да тура солай бола салсын, примерно қанша? 4 метр квадрат бола салсын, мысалға. Енді қараңыздар, менде мынау R-ім осы қызылмен жазылып тұр. Осы қызыл параллелепипед. Ал мынау R-калар, мына кішкентай кубиктер. Олар сұраққа дұрыстап мән беретін болсақ, параллелепипедтерден тұратын ақырлы бірікеуі бар дейді. Значит, ол параллелепипедтер менде қиылысуы да мүмкін, қиылыспауы да мүмкін. Бірақ бұлар ақырлы. 9 штук, 10 штук, мысалға, иә. Енді қараңыздар. Осылардың бәрін мен бір-бірімен қиылысын, қиылыспасын аккуратно жинап шығатын болсам, иә, мына суреттегідей, осы арқылы аккуратно или не аккуратно бір-біріне кіргізіп, қиылыстырып, қиылыспай әйтеуір жинап шығатын болсам, және осылардың көмегімен мынаның сыртын, мына қызыл квадратиктің R-дің сыртын қаптап шыға алсам, параллелепипедтің, онда айтады, онда мына R-дің көлемі, в нашем случае екі өлшемді кеңістік қой, менің мысалымда, қазір былай көрсетіп жатқан мысалда, осының көлемі, яғни ауданы, ол мына мини квадратиктер бар ғой, мини параллелепипедтер, осылардың каждыйының көлемінің, в нашем случае ауданының, каждыйының, мыналар еще қиылысып тұр, мына жерлерде ше, қиылысып тұрғандарды бөлек-бөлек шығарып алып, былай жинап әкеп, малай жинап әкеп, былай жинап әкеліп, каждың бөлек көлемдерін есептеп шығатын болсам, онда ол точно үлкен болады. Во-первых, даже бір-екі жер қиылысатын болса, менде қиылысқан күннің өзінде мынадан үлкен болып тұр ғой. А егер қиылыспаса, то есть ана қиылыспаса, ол одан үлкен болып тұрады, иә? Значит, осындай кішкентай кусоктардың бәрін бөлек шығарып алып, олардың бәрін қосып шығатын болсам, айтады, осылардан қосып шығатын болсаң, солардың аудандарының суммасы мынадан үлкен дейді. Соны білдіреді. Кубтардың сыртқы өлшемі. Кубтың сыртқы өлшемі, енді өздеріңіз ойлаңыздар. Сіздерде қолдарыңызда куб бар мынандай. Сіз сол кубты мынандай куб бар дейік, сіз сол кубты алдыңызда кубпен тағы кубпен қаптап жатсыз. Тағы да бір кубтармен қаптап жатсыз, ойлаңыз. Тағы да бір кубтармен қаптап жатсыз. Так, и так далее. И так далее қаптап шықтыңыз, иә? Допустим, но менде қазір қарамен сызғаным, ол ең кішкентай, менде қолымда бар, мысалға 5-6 кубиктар бар. Давайте жазып шығайын. Менде мынандай кубик бар. Менде вообще мынандай кубик бар, кішкентай. Или менде мынандай кубик бар. Да? Енді қараңыздар, мен мына кубиктармен қаптап шығам ғой. Мынаны қаптап шыққан кезде, олардың ішінен менде олардың ішінен жарайды, в нашем случае мына жерде инфюмның қажеті жоқ екен. Әйтеуір оны қаптап шыққан кезде менде ешқандай проблем болмайды. Мынау потому что кубик. А оны мен нелермен қаптап жатырмын? Кубиктермен қаптап жатырмын, дұрыс па? Соответственно, логикалық түрде бүйтіп қарайтын болсаңыздар, кубиктер мен кубиктарды қаптап шығатын болсам, вообще зазор қалмайды. Имеется в виду. Мынандай фигура болуы мүмкін. Осымен сіздер кубтармен қаптап шығатын болсаңыздар, мынандай сыртқа шығып қалатын немесе наоборот жетпей қалатын бір жерлер болады, наоборот сыртқа шығып қалады или жетпей қалатын жерлер болады. Кубпен қаптаған соң вообще погрешность болмайды, вообще 0 болады погрешность. Енді давайте қарайық, айтады бізде кез келген тұйық Q кубы, мынандай Q кубы үшін оның сыртқы өлшемі оның қарапайым көлеміне тең. То есть просто оның сыртқы өлшемі оның көлеміне тең. Неге? Потому что погрешность вообще жоқ. А мына жерде погрешность бар, мысалға сыртына кішкене шығып тұр, или наоборот ішіне кіріп тұр, иә? Мына жерде ондай погрешность жоқ. Енді қараңыз, дәлелдегенде қалай дәлелдейміз? Дегенмен жоғарыдан бағалайық. Давайте біз айтайық. Так, бұл жер өте тонкий момент. Мына жер түсіну керек, өте тонкий момент. Айтады,
q өзін өзін бүркейді. Сондықтан мынандай болады дейді. Сондықтан мынандай болады. q өз өзін бүркейді деген қалай? q-ға тиісті деген сөз. q-ға тиісті. Иә? Ал мына q-ға тиісті болса, мынау менде, то есть мынау менде бір қаптау, иә? Мынау менде какой-то бір қаптау, иә? Мынау какой-то бір q-ді, короче, бүркеп тұр деген, мысалы. Мынау какой-то бір q-дің бүркеуі. А мынау мендегі бүркеулердің ішіндегі инфимумы. Мынау какой-то бір бүркеу, иә? Мынау именно инфимумы. Возможно, мынау да ең минимальный мүмкін болатын бүркеу. Ол кезде теңдік. Немесе мынау минималды емес, но какой-то бір бүркеу. Онда олардың инфимум мына жерде емес пе? Значит, мынау ең кішкентай мына жерде жатыр. Өтірік жазып жіберіппін ғой, иә? Наоборот. Сондықтан мынандай болады. То есть түсіндіңіздер, иә? Q-дің ішіне жаталады. Мынау Q деп отқаным просто какой-то бір қаптау бүркеу болса, мынау солардың ішіне бүркеулерді анализ жасап, ішінен бір инфимум таңдап болады. Соответственно, ең кішісі мынау бүркеулердің ішінен. Мынау какой-то бір бүркеу, мынау ең кішісі. Ладно. Ең төменнен бағалайық. Q-ді бүркейтін кез келген саналымды Q-ға жиынын алсақ, гені бары леммасы бойынша, егер Q тұйық болса, оны ақырлы ашық кубтармен бүркеуге болады дейді. И лемма 2 бойынша мынандай болады дейді. То есть қалай? Мен Q кубты, егер менде Q тұйық болса, кстати, менде егер Q бүркейтін кезген саналымды жиынынан алсақ, гені бары леммасы бойынша егер Q тұйық болса, оны ақырлы ашық кубтармен бүркеуге болады. Мынандай бір Q тұйық бірдеңе, және оны ақырлы ашық кубтармен былай бүркеп шығуға болады. Короче, сыртына примерно былай келеді. Q өзі мынандай, сыртынан былай, короче, қаптап шыққан кезде өзінің ішіне алып жататын бір ашық бүркеу табылады. Вот. Соответственно, қараңыздар, мынау кіші немесе тең Q-дан. Q кіші немесе тең суммасының. Сонда екі жағынан қысқан кезде мына сыртқы өлшеммен Q-дің өзі бір-біріне тең болып қалады. Не үшін? Потому что мынау сумма на самом-то деле. Ал мынау, короче, тоже мынау бар ғой мынаның ішінде. Мына жердің кішкене жарайды